Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Отандастарымды, қазағымды, заңдардың атасы яки конституцияда мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық делінген еске түсіруге шақырамын. Мемлекетіміздің тағдырын алжыған, ұлтына деген сүйіспеншілігі жоқ, есалаң шалдардың қолдарына тапсырып қойып, автопилотты қосып отыра бермей, ұлтымыз, еліміз, жеріміз, халқымыз үшін жауапкершілікті сезініп, өз мойнымызға алуға шақырамын. Ал атақ, мәнсап құмар, қазақты қанаған Жалмауыз Нұрсұлтан Конституцияның 3 бабының 3 тармағында Қазақстан Республикасында билікті ешкімде иемденіп кете алмайды. Билікті иемденіп кетушілік заң бойынша қудаланады дегенді ұмытқан болсаң, есіңе түсірейін дедім. Демократиялық, ұлтжанды күштерді қанша қудаласаң да, тарих бізге көп асағанның боға сайтынын, ешбір диктатор, автократтың ұлттық қауіпсіздік комитеті де, ит полициясы да құтқарып қала алмайтынын, бәрібір де жеңілетінен, құлайтынын көрсетеді бізге тарих. Тоқаев, Назарбаев сендердей өз ұлтын жек көретін, өз жерінде екінші сұрыпты ететін қаншықтарды бұған дейін көрмеппін. Ағайын, егер де мына әлеуметтік және заңдағы әділетсіздіктен шаршасаңыздар, саяси тұтқындарға және қордайдағы тұтқындалып отқан қазақтың ұлтжанды жігіттеріне бостандық талап етеміз десеңіздер, Алматы қаласындағы Төле би және Абылайхан көшелеріндегі ескі алаңға шақырамын. Сағат 2-де немесе түстен кейін шығамыз дейтін ағайындарға айтарым, біз осында күні бойы боламыз, біргеміз, қосыламыз, қазақ үшін біргейік дейтін болсаңыздар, біз сіздерді сағат 11-де осында күні бойы күтетін боламыз. Алла бұйыртса. Көріскенше 22 ақпан сағат 11:00-де Абылайхан және Төле би көшелерінің қиылысындағы ескі алаң. Құрметпен Жанбол Шекербекұлы Рахматулла.